Сәлем достар, бүгін барлық үйден табылатын қарапайым ғана сковородка мен осындай әдемі әрі дәмді торт жасайтын боламыз. Рецепті жоғалтып алмас үшін видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қойыңыз. Жасалуы оңай болғандықтан тортқа қажетті заттардың тізімін видеоның астына жазып қойдым, сол жерден қарап сақтап алсаңыз болады. Ең бірінші жұмыртқаға шекерді салып 10 минуттай миксерлейміз. Жұмыртқа 2 есе ұлғайып, осылай аппақ болып көпіруі керек. 1 стакан айранға шай қасықпен соданы салып, жақсылап араластырамыз. Сол кезде айран көпіршіп, көлемін ұлғайта бастайды. Оны бірден жаңағы жұмыртқалы массаға құямыз. Оның үстіне сұйық майды құйып, барлығын жақсылап миксерлеп аламыз. Енді жұмыртқаның үстіне ұнды електен өткізіп саламыз. Және де миксердің ең жай жылдамдығымен миксерлеген дұрыс. Какаоны да тура солай електен өткізіп, оны да миксерлеп шығамыз. Аз ғана уақыттың ішінде торттың қамыры дайын болды. Ал оның құрамы видеодағыдай сұйықтау болып шығуы керек. Енді қызып тұрған сковородканы кішкене майлап алып, жаңағы қамырымызды құямыз. Газдың асты бұл кезде өте жай отта тұруы керек. Қамыры біркелкі жайылған соң сковородканың қақпағын жауып, шамамен 8-10 минуттай пісіреміз. Кішкене уақыт өткен соң сковородканың қақпағы осылай булануы мүмкін. Оны қағаз салфеткамен сүртіп, қайтадан жауып қоямыз. Корждардың піскен-піспегенін қолымызбен ұстап немесе ағаш таяқшамен де көруге болады. Ең бастысы бұл корждардың екінші бетін аударып пісірудің қажеті жоқ. Тек осылай бір жағын ғана пісіріп алсақ жеткілікті. Арасы піспей қалады деп уайымдаудың қажеті жоқ, себебі көріп тұрғаныңыздай арасы да толық піскен. Менде жалпы 4 корж шықты, ал егер сіздің сковородкаңыздың диаметрі үлкен болса, онда 3 коржда пісіріп алуға болады. Ал енді ең оңай 2 ғана заттан тұратын крем дайындаймыз. Ол үшін бізге керегі творог және вареная сгущенка. Екеуін біріктіріп, блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Мендегі творог сәл қаттылау болып шықты. Сол үшін кремнің арасынан кейбір түйіршіктері анық көрініп тұр. Бірақ сізге жұмсақ творогпен жасауға кеңес беремін. Сол кезде крем біркелкі идеальный болып шығады. Осы уақытқа дейін қаншама крем жасадым, бірақ осы секілді дәмді әрі тез жасалатын кремді бірінші рет жасап тұрмын. Кремін жақ болғасын тортты холодильникке 8 сағатқа немесе 1 түнге қойып қоямыз. Ертеңіне қарасақ, торттың кремі сіңіп, одан сайын жұмсара түскен. Енді торттың жандарын қалған креммен осылай жауып шығамыз. Ары қарай өзіңіздің қалауыңызға қарай тортты сәндеп шықсаңыз болады. Мен шоколадпен осылай жиегін әсемдеп шықтым. Ал бетіне орео печеньесін 2-ге бөліп, әдемілеп қойып шықтым. Осымен тортымыз дайын болды, ал оның дәмі таңдайда қалатындай өте керемет болып шыққан. Тура осы рецептпен сіз де жасап көріңізші, дәмді шығатынына сенімдімін. Егер каналыма тіркелмеген болсаңыз, тез-тез тіркеліп алыңызшы, себебі алдағы уақытта неше түрлі дәмділерді бірге жасайтын боламыз.